Құдайды жақсы көрудің бір белгісі бар ғой. Алла разылығы үшін деген естті ма? Болды. Тастайды да. Не дейді? Алла разылығы үшін деген амалдарда алдыңғы қатарда тұратындар дейді. Жігіттер, бізде кейбір кезде, жігіттер, мешітке келейік, Алла разылығы үшін десе, мен қолым тимей жатыр еді. Негізі Алла разылығы үшін болса, мен барам, мен базар жоқ, барам, мен қамаймын ондай жерден. Просто бүгін қолым тимей жатыр еді да. Алла разылығы үшін бір мешітке кішкене беріш. Братан, болмай тұр еді да, дейді. Қалтасында 10 мың теңге бар да. Оған болу үшін, беру үшін бір 100 мың теңге тұру керек. 10 мыңның 200-ін берсе, сенен бәрін сұрап жатқан жоқ қой, берсе кішкентай. Бір жігіт биткен ғой. Қиялы жігіт, қияй жігіт та. Бір күн сахабалар жайлы ескенде бағанағыдай сөйтіп айтқанға, мен сол кезде өмір сүргенде ғой, сахабалар демалыр еді. Мен пайғамбар самақ, былай, дерске қызмет қылар. Сонда жігіттер айтады, жігіттер, не қылма дейді да. Температура жетпесе, хан деген біреу айтып отыр, маймыл. Температура жетпе деп жатыр, не деп жатыр? Успокойся, бэби деп. Ананы айтады, жігіттер, температура жетпесе, қойсай. Жоғы еркекше, мен просто сол кезде онда ұрар едім дейді ғой. Жетеді да, түнде ұйықтайды ғой. Түсінде бір арбамен келе жатыр. Алдында арбада пайғамбар саласым отыр, бұл отыр, артта сахабалар отыр. Бұл бірінші амал етеді. Бір кезде арба сайға қарай құлайды ғой, тіреліп қалады ғой. Құлайын деп тұр. Бұл бірінші амал етеді ғой. Действительно бірінші амал етеді ғой. Жүгіріп барады, қарайды, ана жерде дәу тас тұр екен да. Өзі мақсат сияқты накачанный болғанда, барады да дәу тасты көтеріп әкеледі ғой, бүйтіп анау дүңгілектің астына қою керек ше. Бүйтіп әкеліп қояйын деп отырса, сахабалар дүңгілектің астына бастарын қойып қойған дейді да. Олар дүңгілектің астына тас іздеп уақыт өткізбеген да. Басын қойып қойған дейді да. Мына шошы оянып, астағфируллахи уатубу илейк деген де. Жігіттермен, Алла разылығы үшін деген нәрсе бар ғой. Тек бұл мешітке беру емес. Көп қой, Алла разылығы үшін деген амалдар көп қой. Біз даже кейбір жігіттер бар да, шынымен ше, ашуың шығады, біреуге 25 мың береді да, Алла разылығы үшін деп. Келе жатты, мынаны көріп қалып, кеше кім көріп қалдым да, қиналып тұр екен, 25 мың Алла разылығы үшін бере салып, ешкімге айтпай қой, арамызда ғой, Алла біледі, сен білесің, мен білемін. Кеше көріп, бересің, айтпайшы, сөйтеді да, не үшін ешкімге айтпай дейді десе ше, бәріне өзі четкий қылып жеткізгісі келеді екен да, ше. Ешкімге айтпа деп, бүкіл белот қайтып шығады оны ше. Бере салды, қиналып тұр екен, бере салды деп ше. Сен не үшін бердің вообще өзі? Определись, братан. Не үшін бердің сен негіз? Енді біреулер бар. Действительно бар. Алла разылығы үшін деп мынаған береді. Ертесінде бір жерде тұрса, мынау амандасып өтіп кетеді. Не дейді? Шышың адам емес. Хайуан. Действительно міне, осындай хайуандар болады, жақсылық түсінбейтін. Кеше мен бұған 100 мың теңге бердім да, келіп амандасуға жарымайды. Шышың бұған бергенше анаған беру керек деп. Сен вообще не үшін бергенсің өзі? Сен негізі Алла үшін емес, анау саған жүгіріп келіп амандасу үшін бергенсің, түсіндің ба? Сен қияметте оған саған сауап жоқ. Сен осы дүниеде алып жатсың бәрін. Біз бүкіл жиған тергеніміздің бәрін осы дүниеде ұрып жатырық қой жігіттер. Халид ибн Валид радиаллаху анху. Миларыңды ашты отырмын ба мен? Негізі? Халид ибн Валид радиаллаху анху. Өмірінің бәрінде соғыс өткен адам ше. Денесінде оның шырамсыз жер болмаған дейді жігіттер. Өмірінің бәрін соғыста жүріп ше, білесіздер ме қандай соғыстар кеткен? Византия соғысында ше, 3000 әскермен ше, 200 мың мушрикке 3000 әскермен шапқан адам ғой. Бір адамға 67 адам. Мына жерде қазір біреумен бірге бір шық десе ойланып қалайын деп тұр ғой, дұрыс па? Ұятпақ болмайын дегенде. Сөйтіп не дейді? Қорққанды білдірмей не дейді? Негіз шығатынен просто төбелесетін кроссовканың үйде қап кетті да анау. Шүлекпен келіп бірінші анан келсе, размер тура келмейді да анан деп ше. Анамен қатты бетінемін да деп өмір мойындамайсың ғой, дұрыс па? Бір адаммен 67 адамға соғысқан ғой, Халид ибн Валид радиаллаху анху ше. Айтады, жорықта жүрген кезінде пайғамбар салсам дүниеден өтіп кетеді. Сонда айтады, маған енді мына жердің бетінде өмір сүруге түк қызық қалған жоқ дейді.
Сосын айтады, күніге азанда соғысқа дейді да. Анау үйленген әйел, үйленген еркек брачную ночь деп айтады. Сіздерде не деп айтады? Не деп айтады? Орыстар айтады. Неке түн дей ма, не істейді ол? Мен палау жемейтінін білем айтыр бізде. Сендер не істейсіңдер? Базар жоқпын. Көрген адамдар айтады да оған. 2 рет, 3 рет көргендері бар арамызда. Алла разы болсын. Айтады, үйленген адам әйелімен қосылуға қалай асығады? Бірінші түнге мен өлімге солай асығатынмын дейді. Оны қайтыс болар кезінде айтады да, өле алмадым дейді да. Менімен бірге барған талай достарым Алла жолында шахид болып кетті дейді да. Мен сорлы ешек құсап төсекте өлейін деп жатырмын дейді. Сонда сахабалардың бірі айтады, ей Халид, сен соғыс алаңында сен өлуің мүмкін емес. Алла тағала сені соғыс алаңында өлтірмейді. Не үшін екен білесіздер ма? Өйткені сен Алланың қылышың ғой. Сен Алланың қылышысың ғой. Алланың қылышы мүшриктердің аяғының астында жатуы мүмкін емес дегенше. Сосын не дейді? Бірақ мен естігенім дейді. Кімде-кім шахид болып өлуді сұраса бар ғой, ол төсекте жатып өлсе де Алла тағала оны шахид қылып алады деген. Сөйтіп не дейді? 2-ақ нәрсесі болған екен ғой. Біріншісі ескі үйі болған. Ол үйде тұрмаған ол. Ол жорықтан жорыққа кете берген ғой қарайшы. Не дейді? Біріншісі, менің үйімді бір мұқтажға беріңдер. Үй құлап қалғанша сода тұрсын дейді. Екіншісі дейді. Екіншісі. Оның арнайы өзінің айғыры болған. Жауға шабатын ше. Айтады, менің со атымды дейді. Сондай адамға беріңдер дейді да. Сондай адамға беріңдер. Жауға қорқпай, тоқтамай шабатын ше. Мына аты өлгенше жауға шапсын дейді. Екеуін де беріп жібереді да не дейді? Я Алла, міне мен босадым дейді. Мен босадым. Болды, мен дайынмын дейді да. Өлімге дайын. Біз қорқамыз. Біз өмір сүруге желание көп. Неге? Өйткені бізде әлі арман көп қой, жігіттер. Бір ғалым айтады, мут фариған деген. Ішің босап өлсін деген. Ішің босап барып өл деген. Сөйтсе бізде кейбірлер туалетке барып алайық па деп өйтіп айтып отқан жоқ саған. Ішіңді босат дегенге туалетке барып үлкендер айтып отырып кел деп отқан жоқ саған. Ең бай жер қай жер білесіздер ма? Ең бай жер қабір деген. Неге? Талай адамдар үлкен идеяларды алып кетіп қалды деген. Мына жігіт отыр, мынаның көкейінде армандар бар, мақсаттар бар да, ертең битсем деп ше. Көп адамдар бар, оны ертесіне іске асырып жатыр. Көбісі бар, әшін армандап жүр. Үйтсең, ертең сен өлесің да, ана үлкен идеялар бар ғой сенің көкейіңдегі. Болды, қабірге алып кеттің, болды. Соны айтады, егер қабірде жатқан адамдардың идеялары бар ғой, солардың бәрін жинақтап екеп, мына өмірде бір конструкция құратын болсаң бар ғой, адам сенгісі нәрселер шығарады дейді. Бірақ талай жігіттер бар ғой, қорқақтығынан. Не дейді? Біреулер айтады, намаз бастайын десе тастап кетем ба деп қорқам дейді. Сен тастап кетуден несін қорқасың? Сен алдымен бастамасай, сен вообще бастап үлгересің ба, барсың ба, тірісің ба, жоқсың ба? Сен алдымен бастасай, кейін тастауды ойлайсың да. Сен тамақ жеген кезінде осы шықпай қалмай ма деп уайымдамайсың ғой, сен опырасың ғой. Неге ойламайсың? Бүйтей отырып, осын жесем ертең шықпай қалып, ішімде қатып қалып, өліп қалмай ма деп. Не уайымдамайсың? Ұрасың ғой сен. Ол кезде дух мықты да. Не дейді? Бірдеңе сауда бастайын десем банкрот болып қалып. Ол әлі бастаған жоқ, уже банкрот болудан қорқады да. Сен адам болмайсың сен. Сөйтесің не істейсің? Сенде идеялар көп, бірақ қорқақсың, сол идеялардың бәрін өлесінде өзіңмен алып кетесің ғой. Сол үшін не істеу керек жігіттер? Міне Халид ибн Валид. Оның жүрегінде ештеңе қалған жоқ та. Бұл дүниеде істеу керек, еркек адам істеу керек нәрсенің бәрін істеп кетті да, болды, кетті, болды. Спокойно кетті да ол ше, Раббысының алдына. Бізде арман көп, қорқамыз біз өлуге. Енді сөйтсе біреулер, не істеген? Саған жіп ұстап алып дайындалып отыр деп жатқан жоқпыз. Өмір сүр, жүр, тұр. Бірақ қазір өлім періштесі кеп қалса бар ғой, О дайын бол деген удостоверение қалтаңа салып алып, 5-10 теңге алып алып, бізде кейбір жарымдар бар, шынымен 2012-де ақыр заман болады деген кезінде. Жұрттарың свечка алып дайын, мен айтамын, топас өзі ақыр заман болса сен свечкамен істемекшісің.
Жер бетінде ақыр заман болады да, есе свечкамен кім бар деп жүрмексің ба бүйтіп, сенен басқа ешкім қалмайын деп тұр ғой. Біраз адамдар шырағыдан алып дайындалған ғой, білесіздер ма? А бірақ негізі келе жатқан не еді? Ақыр заман келе жатыр да. Аталарымыз не дейтін еді? Барар жерің қараңғы, шам шырағын сайлап ал дейді. O шам шырақты о шырағдан да айтып жатқан жоқ. Иман, амал, дайындап ал. Өйткені пайда бар, барар жерің қараңғы, шам шырағын сайлап ал.